Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мен өзім әрдайым жасап жүрген жұп-жұмсақ тәп-тәтті болып шығатын булочканың рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен керекті ингредиенттердің барлығын дайындап аламыз. Апарау үшін жылы сүтімізге ашытқы, қант, 3 ас қасық ұнымызды қосып жақсылап араластырамыз. Көтерілуі үшін жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Бір дана жұмыртқамызға тұз, қант, сұйық май және еріген сары майымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сосын көтерілген апарамыздың үстіне дайын массамызды құйып, араластыратын боламыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Тағы да жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды қайтара басып, жарты сағатқа қоямыз. Дәл осылай көлемі 2-3 есе болып көтерілуі тиіс. Сосын бірнеше бөліктерге бөлеміз. Өз қалауларыңызша форма жасасаңыздар болады. Мен осылай 2 түрлі етіп жасадым. Қамырымызды жайып, кесіп, ішіне вареная сгущенка салып орадым. Қалған жартысын гүл тәріздес етіп жасадым. Үстін таза сүлгімен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Булочкаларымыз одан сайын көтерілуі үшін. Бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз. Ал мінекей, біздің булочкаларымыз дайын. Сіздерге де дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.